Қайырлы күн баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен өзімше осылай телефонды қосып қойып, үйдегілердің реакциясын көрейін деп бір жағынан өзім де жаңағы қалай болады екен деп осындай видеомды қосып қойған болатынмын. Бірақ та біздің балалар ондайға үйренбеген. Барлығы келіп қайта телефонның алдында ойыншықтарына дейін үйіп төгіп ойнап кетті. Мен өзімше барынша әйтеуір жаңа шайдың орнын жинап, түскі астан кейін ыдыстарды жуып болдым да, үйде жоспарлап қойған тірліктеріміз бар еді. Сосын папамыз келіп, жаңа қарбыз жейміз деп алдына қарбыз әкеп қойған. Бірақ оған мен бірінші жұмыстарын бітіріп алайын, сосын жейміз дедім. Кішкентай балам шыдай алмай, әрі күтіп, бері күтіп қарап, телефонды көрді да бірден жаңағы ойыншықтарын ала жүгірді. Біресе машинасын бойы жетпеді, одан үстел алып келіп қарап отырды. Оның жанына ағасы келді, оң құшақтады, қарады. Барлығы жамырап телефонның алдында үйіліп отырып алды. Сөйтіп біраз бұлар қарбыз жеуді күтіп отырған еді. Сосын тез жинап тастайын деп ана бала бір кезде жатып алды. Тұр десем де тұрмай жатыр. Сосын алдым да, қазір мен сені ютубтан көрсетем деп едім. Бір кезде өзінше ойыншықтарын жинап бастады. Ағасы оған еркелеп біраз өнерлерін маған көрсетіп болды. Одан папамыз келіп барлығын болғаннан кейін тез қарбыз жеп алайық та тірліктерімізді істейік деп қарбыздарын кесіп бізге турап берді. Сонымен бәріміз ойнап күліп отырып, өзімізше бір-бірімізді мазақтап солай қарбызымызды жеп алдық. Мен балапаныма, әсіресе сары балапаныма біраз осы видео түсірген қызық болып отырды. Өйткені қайта мама маған камераны қойып қойшы деп өзінше қызық көріп отырған түрі. Ал мына бала болса, үлкен бала, өзінше телефонға түсірткісі келмей сөйтіп жатқанда қызымыз звондады. Олар бурабайда демалып жатқан еді. Сонымен жабылып бәріміз оны сөйлесіп, миын ашты жібердік. Сонымен ол жақсы деп телефонды қойып қойды. Сосын қарбыздарды турап, тауықтарға бермекші болып, дайындап жинап жатқан едім. Сонымен папасы үлкен ұлды жұмсаған екен. Ол барып жүгіріп барып, лестницаны апарып папасына беріп кетті. Өйткені үйде кішігірім осындай ремонттар жүргізіп жатырмыз. Сөйтіп оларды тауықтарға апарып берейін деп өзінше кетті. Сосын мен айттым, сен осыны айт, таза емес жерде отырып тамақ жей алар ма едің деп едім. Онда жарайды деп тазалауға кірісіп, мына ұлды ойнап отырған жерін шақырып алып жұмсап жатыр. Өзінше ағалық түрі, жұмысқа салып жатқан түрі өзінше. Сөйтіп екеуі тірлікке кірісіп кетті. Осыдан кейін демаламыз ғой деп қояды. Сен жақсы демалып ойнайсыңдар деп. Сонымен алдап мына бала жұмыртқа қарап келдеген, өзінше жұмыртқадан жеркеніп иісінен тауықтардың сол мұрнын басып жүрген түрі. Сонымен екеуі барынша тырысып жинап жатыр. Мына бала қолғабын киіп алып жұмысқа белсене кірісіп кетті. Одан сайын арасында тауықтар қашып кетеді, оны қуат. Мына ұл болса ойнап отырды. Кішкентай папасы арасында ремонттарын жасап жатқан жеріне мен бір тексеріп кеттім. Сонымен бұлар су сеуіп енді сыпыруға кірісіп жатыр. Сонымен мама неге түсіресің деп ол өзінше ренжіп қояды. Міндетті түрде түсіру керек па деп. Мен енді қызық көріп жүрмін ғой, бұлардың ізінен тірліктерін қарап не істейді екен деп. Сөйтіп барлығын істеп болып, тауықтардың алғысын алып, ойнап әрі қарай кешкі серуенге шықты.